Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сүт ошаған, құнды дәрілік және сәндік шөп. Сүт ошаған бауыр ауруларында, токсикалық гепатит, цирроз, вирустық гепатит сияқты ауруларын емдеуде тиімді болып саналады. Сүт ошаған бауыр ауруларынан басқа асқазан жарасын және 12 ішектің ойық жарасын емдеуде тиімді екендігі дәлелденген. Сүт ошаған майымен жараларды емдеуге болады. Сүт ошаған майы күйікке, жараға, асқазан жарасына және 12 ішектің жарасына, фарингитке және тағы да басқаларға ұсынылады. Сүт ошаған 2000 жылдан астам уақыт емдік өсімдік ретінде қолданылып келеді. Халықтық медицинада бұл өсімдік әртүрлі бауыр ауруларын емдеуде жиі қолданылады. Сүт ошағанның емдік қасиеттері заманауи медицинада да белсенді қолданыста. Оның құрамында майда еритін витаминдердің, полиқанықпаған май қышқылдарының, амин қышқылдарының барлық тобы бар. Барлығы 200-ге жуық компоненттер бұл осы дәрілік өсімдіктің жан-жақты қолданылуын анықтайды. Сүт ошаған негізінде арамшөп және агрессивті. Шілде және тамыз айларында гүлдейді. Бұл бал өсімдігі. Бізге жерорта теңізі елдерінен келді. Сүт ошағанның ең құнды компоненті силимарин. Силимарин бұл өсімдік жемістерінен алынған қоспа. Сүт ошаған тұқымдарының құрамындағы негізгі заттар флавоноидтар. Силибин, силикристин, силидианин. Химиялық құрамы майлы май 32%-ға дейін, эфир майы 0,1%, алкалоидтар, сапониндер, шайырлар, шырыш, селен, органикалық қышқылдар. В тобындағы витаминдер А, Д, Е, К, Ф витаминдері, макро және микроэлементтер, ақуыздық заттар, антиоксиданттар. Сүт ошағанның дәрілік мақсатта барлық бөліктері қолданылады. Гүлдер, сабақ, тамыр және тұқымы. Май тұқымдардан алынады. Тұнбалар мен қайнатпалар қолданылады. Сүт ошағанның пайдасы: бауыр жасушаларын бос радикалдардан қорғайды. Жедел және созылмалы гепатит пен циррозда кеңінен қолданылады. Рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Силимарин бауыр жасушаларының қабырғаларын нығайтады. Қабынуға қарсы әсері бар. Іш қатуға көмектеседі. Геморройға көмектеседі. Өсімдік талшықтары улы заттарды сыпыратын ішектер үшін тамаша сыпырғыш. Салмақ жоғалтуға тиімді ықпал етеді. Ас қорытуды, ағзадағы зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Әйелдер ауруына көмектеседі. Тіс ауруына жұмсақ іш жүргізетін, жараларды емдейтін қасиеті бар. Бұл шөптің тұқымдары көптеген қымбат препараттарға қосылады. Иммундық жүйені нығайтады, өт жолдарының колиттерін жеңілдетеді, урологиялық аурулар мен өт тас ауруына көмектеседі. Циститте қолданылады. Сүт ошағанның қарсы көрсеткіштері: әртүрлі психикалық бұзылулар мен депрессия, эпилепсия, жүрек қан тамырлар аурулары, тыныс алудың қысқаруы мен жүктілік кезінде бауырды тазартуға қарсы, жедел кезеңде созылмалы панкреатитте болмайды. Сүт ошаған майының қолданылуы: теңіз жарғанақ майыны бәсекелес болып табылады. Е витаминінің көзі, тиімді жараларды емдейтін агент, дерматоздарды емдеу үшін, псориаз, безеу, витилиго және таз ауруына көмектеседі. Күйік емдеу, экзема, беттегі әжімдерді тегістейді. Биологиялық белсенді тағамды қоспалар, химиотерапиядан кейінгі көмектеседі. Сүт ошаған ұны қаншалықты пайдалы?
бұл арнайы органикалық еріткіштерде қосылған май экстракциясынан кейінгі сүт ошаған тұқымынан жасалған ұнтақ. Пайдасы қандай? Иммундық жүйені нығайтады, қандағы қантты төмендетеді, өт жолдарының және өт қабының ауруларына, бауыр аурулары, әртүрлі уланулар мен дисбиоз, геморрой, ішқадуды емдейтін қасиеті бар. Қолдану тәсілі және дозасы. Бір шай қасықтан тамақтан 30 минут бұрын күніне 3 рет сумен ішіңіз. Тағамды балмен араластыруға болады. Міне, сүт ошағанның пайдалы өсімдік екенін білдіңіздер. Бір ескертетін жағдай, бұл өнімді қолданар алдында дәрігерден кеңес алуды ұмытпаңыз. Ақпаратым пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз.